Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hürmet cemaat, ardaqta ағайын туыс бауырлар, оразаларыңыз қабыл болсын. Алла тағала өзінің разылығынан, сауабынан үміт етіп, тұтып жатқан оразаларыңыздың қияметте сауабын нәсіп етсін. Алла тағала оқып жатқан тарауих намаздарымызды, оқып жатқан хатым құрандарымызды қабыл етсін. Құрмет жамағат, бүгінгі тарауих намазының алдында сіздермен бөлісетін уағызымыздың тақырыбы ниет, ықылас жайында болмақ. Яғни дінімізде әрбір амалды жасаудан бұрын ниетті дұрыстауымыз керек. Ниет дұрыс болмаса, амалдың нәтижесі дұрыс болмайды. Ықылас болмаса, амалдың сауабы толық болмайды. Сондықтан ең бірінші ниетіміз дұрыс болу керек. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде «Иннамал аъмалу бинният». Расында барлық амалдар ниетке байланысты деген. Міне, Алла разылығы үшін ораза тұтып жатсыздар. Алла қабыл етсін. Егер қандай да бір осы оразамыз болмасын, намазымыз болмасын, немесе садақа бергенде ниетіміз дұрыс болмаса, оның сауабы болмайды ағайын. Яғни рия араласпау керек амалымызға. Ниетіміз шынайы Алла разылығы үшін болу керек. Жаңа жоғарыда айтқан хадисте расында ниеттер, амалдар ниетке байланысты дейді. Сонда хадистің жалғасында әркім ниетіне қарай мақсатына жетеді дейді. Сол кезде бұл хадистің жеткізілу себебі Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мекке қаласынан Мәдина қаласына Алланың әмірімен жергілікті мүшриктердің қысым жасауымен Мәдина қаласына қоныс аударады, яғни хижрат жасайды. Сонда кейбір адамдар дүние үшін хижрат жасады, яғни қоныс аударды. Егер Мұхаммед жеңіске жететін болса, олжаға ие боламыз деді. Кейбір адамдар бір әйел затына некелесу үшін хижрат жасады, қоныс аударды. Көрдіңіздер ме? Яғни әркім әртүрлі ниетте болды. Ал кейбір адамдар Алла разылығы үшін және пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям сүйіспеншілігі үшін, шапағатына лайық болу үшін хижрат жасады, қоныс аударды. Яғни әрбір адам сол өзінің ниетіне қарай соның нәтижесін көреді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде «Ниятул муъмини хайру мин амалихи» дейді. Яғни мүминнің ниеті амалынан хайырлы дейді. Оның мақсаты мүмин адам бір жақсы іске ниет қылса, бір жақсылық жасаймын деп бір сауапты істі. Егер ол істі, сауапты істі бір себептермен ауырып қалса, тағы бір себептер болса, кедергі болса, сол істі жасай алмаса да, ол кісінің ниетіне қарай сауап беріледі деген. Сондықтан ниет дұрыс болу керек, ең маңыздысы. Ал егер ниет дұрыс болмай, қанша сіз көп жақсылық жасасаңыз да, оның салмағы болмайды, сауабы болмайды. Ал егер ниетіңіз дұрыс болса, ол кішкене ғана жақсылық болса да, оның сауабы болады. Сауабы үлкен болады. Сондықтан ниетке мән берейік ағайын. Мынау рия деген нәрсе, бұл кіші ширк дейді. Аллаға серік қосумен бірдей. Жаңағы біреу көрсін, біреу мақтасын, біреу айтсын деп
жасайтын болсаңыз егер, құлшылығыңызды немесе жақсылығыңызды, ол кезде оның сауабы болмайды. Құранның бір аятында айтылады, мағынасы былай: сондай рия үшін жақсылық жасағандардың мысалы, мынау тастың үстінде құм болады ғой. Құм. Ол құм жауын жауған кезде жаңбырдың тамшыларымен жуып құмды шайып жібереді. Сол сияқты дейді. Егер рия үшін жасайтын болсаңыз, оның ешқандай сауабы болмайды. Кезінде бір кісі құлшылық жасап, жақсылық жасап, Алланың алдына барады ғой, уақыт сәті жетіп. Сонда амал таразысына салады ол кісінің амалдары. Сонда оның сауапты істерінің бәрі жоғалып кетеді. Бір уақытта бір кішкене ғана жақсылық оның жаңағы сауап жағын басады. Сонда таң қалады: Алла, мен қаншама жақсылық жасап едім, құлшылық жасадым, мұның бәрі қайда кетті деп. Сонда Алла тағала айтады екен: ей пендем, сен сол жасаған құлшылығыңды, жасаған жақсылығыңды рия үшін жасадың. Жұрт айтсын, мақтасын деп рия араластырып жасадың дейді екен. Бірақ сенің бір ешкім жоқ жерде кетіп бара жатып, бір жолда жатқан тасты алып тастадың жолдан. Осы біреуге кедергі болады ау деп. Міне осы ешкім жоқ жерде жасаған жақсылығың үшін сені кешірдім дейді екен Алла тағала. Көрдіңіздер ме жамағат? Сондықтан ниетімізді дұрыстайық ағайын. Ниетіміз шынайы Алла разылығы үшін болсын. Сол кезде оның сауабы болады, иншалла. Сол кезде біз өкінбейміз, иншалла. Алла тағала жүрегімізге шынайы иман, ықылас, шынайы ниет нәсіп етсін. Алла тағала тұтып жатқан оразаларымызды қабыл етсін, оқып жатқан тарауих намаздарымызды, барша беріліп жатқан ауызашарларымызды, барша ізгі амалдарымызды қабыл етсін. Алла тағала қияметте сауабын нәсіп етсін. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алла разы болсын.